Менің атым Мансұр, мен 5 жастамын. Сәлем достар, менің атым Ұлжан, мен Мансұрдың анасымын. Біз Мансұр екеуміз бүгін зерттеу жұмысын жасауға арнайы зертханаға келдік. Анасын, біз бүгін қандай зерттеу жасаймыз? Балам, біз бүгін, мен қазір саған жұмбақ жасырайын. Сол жұмбақтың жауабын тапсақ, біз сол затты жасайтын боламыз, иә? Жұмбақ шешкенін ұнатамыз ба? Иә! Онда мені мұқият тыңда балам. Ыстық бояуым, таудан төмен құямын. Ыстық болып ағамын, жақындама, жанамын. Бұл не деп ойлайсың балам? Мен оның жауабын деймін, анашым. Лава! Дұрыс айтасың, лава. Демек, біз бүгін лава шамдарын жасайтын боламыз. Лава шамдарын жасауға қандай керекті құрал жабдықтар қажет бізге балам? Сода шықмай. Және боялған Қышқыл су. су қышқылы. Дұрыс айтасың балам. Онда іске кірісейік. 2 ас қасық ас содасын сала ғой. Дұрыс балам. Үстін тегістеп ғой. Болды. Енді үстіне сұйық майымызды құяйық. Дұрыс балам, қарашы балам. Ас содасы мен сұйық майды қосқанда екеуі бір-бірімен араласпайды екен, иә? Енді үстіне боялған су қышқылымызды құямыз, иә? Ақырын. Вау, күшті лава болып, анашы. Қарашы балам, қандай керемет. Лава шамдары шығып жатыр бізде. Құйған бізде сода мен май арқылы жоғарыға көтеріліп, лава шамдары шығып жатыр, е балам? Иә. Ұнады ма саған? Иә. Қандай керемет, балам, қарашы, бақылайық. Лава астығы. Иә, қандай керемет реакция болып жатыр балам мына жақта. Онда қарнада болады балам. Мансұр,